Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен видеоға обложка жасаумен бөлісемін. Бірінші canva.com сайтына кіреміз де поискқа обложка YouTube деп жазамыз. Сонан соң кез келген дизайнды таңдап видеомызға обложка жасаймыз. Бесплатный, платный бар бұл жерде. Енді бұл жерде керек емес, өзімізге ұнамайтын элементтерді өшіріп, мышканың оң жағын бассаңыздар өшеді. Және де бұны телефон арқылы да жасай аласыздар. Маған компьютермен жасаған ыңғайлы болды. Элементтерді өшіріп алғаннан кейін музыканы да өшіреміз, сурет болып шығу үшін. Енді текст жазамыз. Текстіміз ортасындағы орташа размерді таңдаймыз. YouTube каналға обложка жасау деп жазамыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген сабақтармен бөлісемін. Текстіміз неғұрлым үлкен, анық болып көріну керек. Және де сыртында тен қоясыз. Төбесіндегі V-ні бастым. Ол кезде жуан болды. Цветін қызыл түске өзгерттім. Загрузкида мен YouTube каналдың эмблемасын, яғни логотипін жүктеп қойғанмын телефоннан. Оны canva.com сайтындағы элементтің ішінен де таба аласыздар. YouTube канал деп жазсаңыздар шығады. Жазуды қайда орналастырамыз? Кішкене шрифтін үлкейтеміз. Енді арқасынан қызыл фон таңдаймыз. Және де задний план деп басатын болсаңыз, жазудың суреттің ең артына өтетін болады. Ол мышканың оң жағын бассаңыз шығады. Прозрачность дегенде көрдіңіз бе? Осыны бассаңыз, түсі неғұрлым ақшылданады. Енді мына элементтердің түстерін өзгертеміз. Қызыл түске өзгерттім мен. Өйткені қызыл түс алыстан сырттан көрген кезінде көзі тартып, әдемі болып шығып тұрады. Скачать деген кездеріңізде видео деген шығады. Сол кезде жоғары қарай кішкене көтерсеңіздер, JPEG скачать дейміз, соны басамыз. Сурет күйінде шығатын болады. Енді міне осылай тартылып жатыр компьютерімізге. Және де енді сіздерге бұны қалай YouTube каналымыздың видеосын обложкасына қою керек, соны да көрсетіп жіберейін. Каналымызға кіреміз. Мой канал. Кез келген бір видеоны таңдаймыз. Сол кезде төменге түсеміз. Измените видео. Енді бұл жерде мына тұрған сурет, мысалы сыртынан көрініп тұр. Енді изменить деген шығады. Басамыз. Загрузки деген файлдың ішіне тұрады. canva.com-дағы жүктеген суреттеріміз. Енді жасаған суретімізді таңдап открытті басамыз. Не, осылай шығады, және де сохранитті бассаңыз орындалады. Енді бұл жерде мен сіздерге кішкене мысал ретінде көрсеттім, бірақ сақтамаймын. Сіздер сақтап алып өзгертсеңіздер болады. Каналыма өтіп,
тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тегін сабақтармен бөлісетін боламын. Инстаграм, Телеграм, Фейсбук каналдарыма да тіркеліп қойыңыздар.